Жалпы қазіргі қоғамда өте қатты белең алып кеткен нәрсе ол құмар ойын, азартный игры деп жатады. Бұның шынымен де қатты белең алып, адамдардың осы жаман іске салынып жатқанның үлкен бір белгісі сол құмар ойын ойнайтын жерлердің көбеюі. Қазір шыны керек, әрбір кішігірім 500 метр қадам жүріп қойсаң, біреуін көресің. Тағы 500 метр қадам көріп қойсаң, біреуін көресің. Сол ойнайтын жерлерді бейне бір әдейі істеп қойған секілді. Анау терезесін сыртынан қаптақ қойған, ішіне кірсең, не түн, не күндіз екен білмей қаласың. Мен естіген едім, бір казиноларда да сөйтіп істейді деп. Ана сыртына әдейі қаптақ қояды, сен ана ішіне жүрген кезде не күн, не түн екен, не күндіз ба, не түн ба ажырата алмай қаласың да. Ішінде жүре бересің, ойнай бересің, уақыттың қалай өткенін байқамайсың, ішінде керек десең жейтін тамағы бар, ішетін суы бар, бүкілі бар, тек қана не істейсің, салына бересің да. Ол анау по-крупному дейді ғой, көп ақшамен ойнайтын адамдар да. Сол жаққа барған кезде манағы кейбір ақшасын көптеп салатын адамдар өз машинасымен бармайды екен ешқайсысы. Себебі мен Алматыда тұрды. Алматының өз басында көп қой ондай нәрселер, жерлер. Сол кезде қаншама таксистерді көрдік. Ол кісілердің әрдайым айтатын әңгімесі, оларды біз апарамыз дейді. Бізге жақсы ақша төлейді, апар. Бірақ өзінің машинасымен ешқайсы бармайды дейді. Неге? Себебі қорқады, барғаннан кейін машинасын тігіп жіберуі мүмкін. Өйткені ол азарт. Ол бір кіргеннен кейін сен отам ғой деп ойлайсың да. Бірақ олардың ашып көбеюі не нәрсенің белгісі болып табылады? Адамдардың ұтылып жатқандары көп, ұтып атқандарына қараса. Себебі адамдардың барлығы ұтып атса, олар жабыла бастайды ғой, олар азая бастайды ғой. Демек, адамдардың көбісі ұтылып жатыр. Сол себепті олар өсіп, көркейіп жатыр да. Өзінше. Түсініп отырсыздар ма? Сол себепті біз адамдар кішкене ақылдылау болу керекпіз. Енді шариғатымызда бұл жайында не айтылған? Алла тағала Құран кәрімде «Я айюхаллазина аману» Ей иман келтірген мұсылмандар, «Иннамал хомру вал майсиру вал азламу вал ансабу риджсум мин амали шейтан» Шынында да арақ, құмар ойындар, палаштыру, пұтқа табыну риджсум мин амали шейтан шайтанның лас істерінен болып табылады. Фаджтанибуху алыс жүріңдер, жоламаңдар бұл нәрселерге дейді. Лааллакум туфлихун, бәлкім осы кезде сендер құтыларсыңдар. Иннама юриду шайтану айюқа бейнакумул адауата вал бағда. Сендер көрмейсіңдер ма? Шайтан сендердің араларында тек қана жаугершілікті, бір-бірлеріне деген жеп көрінушілік сезімдерін ғана қалыптастырып жатыр ғой. Ваясуддукум ан зикриллахи ва анис салати. Және де осы сендерді құмар ойынға, араққа құмартумен сендерді Алланы еске алу, намаз деген нәрселерден тосып қойып жатыр дейді. Міне бұл шайтанның қиған істерінен болып табылады. Міне Алла тағала құмар ойын деген нәрсені арақтың жанында айтты. Бал аштыру, пұтқа табыну деген үлкен, Аллаға серік қосатын апаратын күнәлардың жанында айтты да. Бұл не деген сөз? Бұл ол күнәнің үлкен екені деген сөз. Бұл бір. Майсир деген сөз, жеңіл нәрседен ақша табу деген сөз. Бірақ, құрметті бауырлар, Пайғамбар алейхиссалату вассалам өзінің бір хадисінде тағына нәрсені айтады. Ол хадис сахих болып табылады, тіпті айтады. Кімде-кім дейді? Өзінің бір досын дейді. Құмар ойын ойнауға шақырса дейді. Әлі екеуі ойнаған жоқ. Анау тұрды же шақыра салды да, ойнақ қайтайық та деді. Сөйтіп шақырған үшін фәлиятасаддақ, ол садаққа беруге міндетті дейді. Енді ғалымдарымыз не дейді? Енді ол ойнаса не істеу керек дейді да сонда. Ол ойнаса сонда қандай тәубе ету керек дейді. Жай шақырған үшін сен садақа беруің міндетті болып қалатын болса дейді. Ол екі. Үшіншіден, сол жерге ойнап жатқан адамдар көбінесе ер адамдар. Бір таксисті көрдік, алдында отырған едім, мынау Геннадий Головкин шығады деп, өзінің табатын айлығы кішкене 100 мың шығар,
сол шығады деп несі тігіп жүрген, 50 мың теңгесін тігіп жүрген ғой, айлығын тең жартысын. Сөйтіп ұтылып қалған. Адам нендей азартты болып кеткен, өзінің тең жартысы айлығын тігіп жіберіп жатыр да. Тіпті мынандай оқиға болған екен бізде. Бір кісі анау баласын үйлендірейін деп тойының ақшасын не істеген? Гена деп тігіп жіберген. Бірнеше миллиондаған ақшаны. Соны ұтылған, кейін жұрттан ұят, туған туыс бауырлардан ұят, асылып өлген кейін. Міне осы байқалған оқиға біздің аумақта. Яғни бір адам ойламасын о жерге барған кезде, мен ұтып жатырмын. Сен ұтып жатсаң, 10 адам, 100-деген адамдар ұтылып, сен біреулердің қайғысынан келген ақшада ол. Сен бейне бір ақшаны жеп, біреудің қайғысына қалып отырсың да сен. Біреудің қайғысынан тапқан ақша ешқашан саған бақыт әкелмейді. Міне ол солай келіп жатқан ақша. Екіншіден, сол бір еркектер не істемейді? Баласына бір ойыншық әперуге жарамайды. Баласына бір киім-кешек әперуге жарамайды. Әйеліне, анасына гүл әперуге жарамайды. Оларды бір жақсы жерге апаруға жарамайды. Туған туыс бауырларына да ақша жағынан көмектесуге жарамайды. Не ел жұртқа көмектесейін деп, не мешітке келіп садақа беруге де жарамайды. Бірақ ана нәпсінің қосып кеткенін қараш, айлығының тең жартысын апарып, солған салып жіберуге жарайды. Міне ол нәрсе не нәрсеге апарады? Сенің нәпсіңе, сенің шахуатыңның семіруіне апарады. Арт жағы не болады? Сен ешкімді көрмейсің. Бір кісі айтады, ойнай береді, ақшасын сала береді, ұтыла береді. Сөйтсе, не болды, неге сен десе, бұрында мен бір рет ұтқам дейді. Бір рет ұтқан, соны ұтқанның несі да, дәмі да, вкус победы дейді ғой. Сол анау күшті болғаны соншалық, ананы қайта-қайта ойната береді. Шайтан келіп айтады, сен ұтасың, сен әлде де ұтасың дейді. Бірақ ол 10 рет ұтылып, бір рет ұтса соған қуанады да. Көрдіңіз бе? Сол себепті бұл құмар ойын деген өте сондай нашар нәрсе. Бұған тек қана жаңағы қазіргі таңда футбол ойыны болып жатыр деп ақша тігеді. Бокс болып жатыр деп ақша тігеді. Бұл оған оңғал емес. Карты ойнауың да соған кіреді. Нарды ойнауың да соған кіреді. Карты мен нарды ойнау тіпті ақша тікпей қойсаң да харам. Неге? Нарды пайғамбарымыз хадисінде айтқан. Нарды ойнаған адам бейне бір шошқаның қанына қолын малғанмен бір дейді. Пайғамбар алейхиссалату вассалам айтты. Енді карты неге десе, нарды неге харам десе, бүйтіп айтады. Себебі адам анау тастарды алады да не істейді? Лақтырады ғой. Бұл лақтырған кезде қандай екен білмейді. Бұл тағдырда жасырын тұрған нәрсе да. Сен білмейсің қандай шығатын. Сен бір тағдырға бұл несі бар бір. Бұл жерде өте бір нәзік мәселесі бар, соған бір қатысы бар да, сол себепті ол дұрыс болмай кетеді. Сөйткені білмейсің, неге ойнайсың? Жаңа наудачу дейді ғой, қалай айтса болады қазақша? Сәттілікке. Карты да сондай да. Анада қандай карты екен білмейсің. Сол үшін да харамға апаратын жол да харамда. Карты, нарды ойнаудан да аулақтау жүру керек. Бұл бейне бір күні соған апарады. Басы неден басталады? Жаңа қарағатын дурак деген ойындардан басталады. Бірақ кейін Құдай сақтасын қаншама адамдарды түрлі ойындарға апарды. Әлем бойынша чемпионат болады покердан. Әлем бойынша. Ақшаға да. Ол казиноға барсаң, картымен ойнап жатады. Қандай жерге барсаң? Сол себепті бауырлар. Біреулер айтады жаңағындай. Біз достармен енді не істейміз? Енді істейміз? Карт ойнаудан басқа ештеңе жоқ па не сонда? Карт ойнамасаңдар болмайды ма? Жоқ. Жақсы салиқалы әңгіме айтып, бір-бірлеріңізбен мәміле қылыңыздар. Сөйлесіңіздер. Онда тұрған несі бар? Сол себепті бұндай құмар ойындардан аулақ болуға тырысайық.